Ассалаумағалейкум ауылдастар. Бүгін біздің ауылда мынандай жағдай болып жатыр. Мына көлікте екі әйел адам, екі ер адам көшеде мен қарындасым үйге келе жатқан жерінде қайда тұрасың деп сұрап, қайта сұрап, ол қарындасым өтірік айта салған, пәлен үйде деп. Сонымен бұлар жүр апарып тастаймын деген. Сонымен қарындасым кәдімгі айтып жатыр, подозрительно болды дейді. 12 жасар кішкентай қыз. Сонымен керек емес деп қашқан. Бұлар арқасынан қолаған. Алдын әйел адамдар көріп қалып, сонымен бұлар тоқтаған. Қазіргі уақытта ауылдық участковыйлар мен Сарыағаштың участковыйлар келіп бірге бір үйде отқан жерінен Школьный көшесінде тұратын Зарина деген әйел адамның үйі, судың жанында тұратын сол адамның үйінен алып шығып, қазір опорный пунктқа алып келді. Бізде қазір көп дәлеліміз жоқ, бірақ адамдардың естуі, айтуы, бұл адамдар балдарды ұрлап, кәдімгі сатумен айналысады дейді. Енді қаншалықты рас бұл ақпарат білмеймін, бірақ абай болыңыздар. Естуімше бұл адамдар наркоман.